Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өткен шақ. Сабақтың мақсаты етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Өткенді еске түсіреміз. Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Етістік неше шақта айтылады? Етістік 3 шақта айтылады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістігі іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Осы шақ етістіктер не істеп отырмын, не істеп отырсың, не істеп отыр деген сұрақтарға жауап береді. Бүгін біз өткен шақ етістігімен танысамыз. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Не істедім? Мен сурет салдым. Не істедім? Алаңда доп ойнадым. Не істедім? Мектепте сабақта болдым. Етістік осы шақ, өткен шақ, келер шақта айтылады. Етістік кел. Осы шақ келе жатыр. Өткен шақ келді. Келер шақ келер. Етістік жаса. Осы шақ жасап тұр. Өткен шақ жасады. Келер шақ жасамақшы. Етістік оқы. Осы шақ оқып отыр. Өткен шақ оқыды. Келер шақ оқымақ. Етістік сал. Осы шақ салып жатыр. Өткен шақ салды. Келер шақ салар. Етістік айт. Осы шақ айтып жүр. Өткен шақ айтты. Келер шақ айтпақ. Адасқан буындар. Сөздерді жіктік жалғауымен сәйкестендіру. Жекеше түрі: мен биледім, сен биледің, сіз биледіңіз, ол биледі. Көпше түрі: біз биледік, сендер биледіңдер, сіздер биледіңіздер, олар биледі. Етістік осы шақ қазір болып жатырған іс-әрекетті білдіреді. Не істеп отырмын, не істеп отырсың, не істеп отыр деген сұрақтарға жауап береді. Өткен шақ етістігі бұрын болған іс-әрекетті білдіреді. Сұрақтары: не істедім, не істедің, не істеді. Үй жұмысы оқулықтағы 82-ші беттегі 14-ші жаттығу. Назарларыңызға рахмет.